Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім. Бүгін біз хит болып жатқан клубника в шоколаде, яғни шоколадты құлпынай дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен фисташкиді қабығынан тазартып аламыз. Мен салмасына кокос стручкасын, арахис, фисташки саламын. Жаңғақтарды осылай ұсақтап турап аламын. Менде үлкен шоколад болғандықтан шамамен 200 грамм бөліп алып, ұсақ бөлшекке бөлемін. Еріткенге оңай болу үшін. Құлпынайды жуып, міндетті түрде қағаз салфеткамен құрғатамыз. Сосын мұздатқышқа 20 минутқа қоямыз. Сол уақытта шоколадымызды ерітеміз. Мен микроволновкада ерітемін. Микроволновкада 30 секундқа қойып, араластырып, тағы да 30 секундқа қоямын. Яғни ерігенше солай жасаймын. Еріген шоколадты ыңғайлы болу үшін кружкаға құямын. Құлпынайды шоколадқа батырып, аунатып, артық шоколадты ағызып ұстап тұрамыз. Тез арада себетін заттарымызды сеуіп аламыз. Құлпынайымыз мұздай болғандықтан шоколады тез қатады. Мен жаңағы турап алған арахис, фисташкиді және кокос стручкасын себемін. Осылай қолмен жазсаңыздар да болады, немесе шпажканың көмегімен жазсаңыздар болады. Шпажканың ұшын шоколадқа батырып аламын. Сосын осылай құлпынайға кіргіземіз. Құлпынайды шоколадқа батырып аламыз. Дем уақытта фисташки жаңғағын себемін. Барлығын жасап болған соң 10 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Көріп тұрғандарыңызда еш қиындығы жоқ, жасалуы оңай, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ерекше десерттің бір түрі, дәмі өте керемет. Міндетті түрде өздеріңіз дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Видео ұнаса лайк басып қойыңыздар.